Армысыздар көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Каналымды қолдап, лайк басып кетіңіздер. Зинақор әйел қалай тәубеге келді? Болған оқиға ізімен. Өткенде бір таксист қызық әңгіме айтып берді. Өзінің әйелі мен бала шағасы бар болса да, жарты жыл бойы бір қызбен кездесіп жүріпті. Ол қыздың бұдан басқа тағы 2 жігіті бар екен. Үшеуі оған апта сайын кезек-кезек барып жүрген. Содан бір күні араға бір ай салып, кешігіп барса, әлгі махаббаты басына орамал тартып алыпты. Бұрынғыдай өмірленіп, сүйісіп, амандаспай, ақырын ғана имене сәлемдесіп, кафеге шайға шақырады. Жігіт аң-таң. Сөйтсе, бұлай болыпты. Бір күні ол әйел квартира іздеп, күні бойы сандалады. Кейін жарты тәулікке пәтер жалдап, көрші тұрған дүкеннен арақ пен тіске басатын дүниелер сатып алады. Есінен танғанша ішіп, проблеманың бәрін бір күнге болсын ұмытқысы келеді. Душқа түсіп, арақ шарапты төсектің жанына әкеліп қойып, теледидар қосады. Қосып қалса, асыл арнада бір керемет өнегелі әңгіме айтылып жатады. Құйып қойған арағын ұмытып, аз уақыт әлгіден көз алмай тыңдайды. Осы сәтте бүкіл жан дүниесі өзгеріп сала берген. Айгүл өзінің адасып жүргенін ұғып, өмірдің мәні 3-4 жігітпен кездесіп, солардың ақшасына түнгі клубқа барып, сайран салуда емес екенін түсінеді. Сол сәтте соңғы 4 жылдағы өміріне алғаш рет жеркенішпен қарап, өзін адасқанның үстіне адастыра түскен жігіттерге іштей лағынет айтады. Осының бәрі 5 жыл бұрын сүйген жігіті өзін алдап кеткен кезде басталыпты. Содан кейін сұм тағдырдан кек алғысы келіп, осындай жаман жолға түскен екен. Осыны естігенде, дейді жаңағы таксист жігіт, өзімді конченный адам сияқты сезініп. Айгүлге жаман жаным ашып кетті. Бұрын оған басқаша қарап келгем ғой. Үйге келе салып, арақты бастымай кеп. Содан өткен сәрсенбі күні ғана әрең тоқтап, кеше көршіммен жұма намазына барып қайттым. Жаман екен, бауырым, осы уақытқа дейін ақмақ болыппыз ғой. Әйгөлегі мешіт жағалап жүріп, өзі сол маңда тұрады екен. Намаз оқитын бір жігітпен танысып, өз көзге қарай тойы болғалы жатқанын айтқанда, оған тілеулес болып, бақыт тілеп, алып келген бар ақшасын көрімдігіне деп қолына ұстатып кетіпті. Қарап тұрсаң, бір ғана Алматының өзінде осындай қаншама қилы тағдыр бар. Біз олардың ілуде біреуімен ғана сапарлас болып, әлгіндей әңгімені құлағымыз шалып қалып жатады. Айтпақшы, ол жігіт маған өз проблемасын айтып жатқанда, мен іштей асыл арнаға алғыс айтумен болдым. Достар, сіздерде осындай жағдай бастарыңыздан өтіп жатса, айналаңызда, достарыңызда болса, комментарийға өз ойларыңызды жазып, мүмкін басқалар сізден сабақ алар.